жаңа көрсетті Бестөбеде қандай жағдай болған. Сол Бестөбеде мен 2012 жылы 3 ай жұмыс істедім. Сол кезде қыстығым барған кезде соны айтамын ғой. Енді помойда қарға да жоқ, тауысқан да жоқ. Соны таңғаламын ғой. Мынада құстар қайда дейді. Ой ағасы білмейсіз бе дейді. Мұнда радиотелефон дейді. Сол өзі шақты ойметпен қалап, одан кейін карьерінен едік бар. Сол өзі постқа түстім, 28 пост деген пост бар, көп пост. Сондан карьер әлі ішінен алтын алып шығады. Содан сондағы радиода көтерілген кезде торғай жаңа айтты ғой, торғай жоқ, тауысқан жоқ. Бірең таңын көресің, соны таңғалатым сонда. Сөйтсем сол радиодан кетеді екен. Ауыл жаңада көрсетті ғой, Бестөбе. Біз ауылға шығып тұрған демалысқа шығамыз, көреміз енді. Темекі аламыз, ана-мына аламыз, сол қарасаң ауыл қаңырап тұр. Бәрі көшіп кеткен. Сол дейтін келімді жұмыскерлер бар, Шымкенттен келеді, Кентаудан келеді, сондай кезде ауыл көріп кеткен ғой жаңағыдай. Енді құрметті ағайын жаңағы көрсетіп тұр ғой жағдайды мысалы. Енді мына табиғатымызда табиғатты құрту, өзіміз балта шабу деген дүние ғой мысалы. Бәріміз енді түгел қарсылық білдірейік, ол завод салынбасын мысалы. Салынатын болса, онда құлаймыз деген мағына. Міне жаңа представитель көрдіңіздер ғой мысалы. Экология ол сіздер бірікпеген үшін осынша дүниені құрту деген, ол ертең бәріміз бақилық боламыз, алтын алтынға жауап бересіздер. Қой христиан болсын, қой мұсылман болсын, өйтуге болмайды. Адамгершілік аяушылық керек, отаншылдық деген керек. Бізде Қазақстанда қазір солай болып кетті. Верхушкада отыр ма? Отыр. Оларда ештеңесі кетпейді. Сіз де кетіп қаласыз. Сіз ойлайсыз ба, маған мен кетіп қалдым, қалтамды қампитты, маған халық қырылды, өлді. Ертең соны киесіздерге. Бала шағаңызға білінбейді, ол білінбейді. Қалай келді, солай кетті. Ақшаңыз алып кетеді дегендей. Ойлап жүрмеңіз, бір моментте байып кетемін деп. Сен денег не заработал дейді. Көрдіңіз бе? Ол алтын деген ол ауыр дүние. Сіздерге мен бір таңғалатым. Именно Шенитпен сөйіп деген ютубта мен қарадым, сонда осы Австралияда болған, бізде Қазақстанда, басқа мемлекетте бәрі түгел шекеріп тастаған екен. Енді осыны парламентке қою керекпіз заңымызға. Шенитпен емес, басқа бір способ бар ғой, көп способ деген. Алтынды алып қорыту деген. Именно осындай жерге, экологтардың енді одан кісілер келмейді ғой, көрмейді ғой, бұл табиғатты білмейді де ғой. Ауылдың жанында қандай жүр. Мен Аридада болдым, Кастамокша деген қалада болдым. Сонда финдер комбинат қалды. Сол экологияға байланысты союз кезінде. Сонда 10 километр апарып салды. Бір жанда өзендер жоқ, көлдер жоқ, таза. Сонда экология олар өте құрметті финдер салды бұл жерде. Көрмей, шетел қалай дамыған. А біз олай емес. Обязательно Өскеменнің заводы ішінде сіздер әкеп нарыға саламыз деп тұрмыз, төгімізге әкеп деген келмейтін дүние былай қарасақ. Бұл міне айтатын бәріміз қарсы болайық.